өте әдемі, өте таза орманда сүрен қасқыр болыпты. Ол бір күні мөлдір бұлаққа барып кенеттен шалпылдап ойнай бастайды. Ха-ха-ха, қандай жақсы дейді. Онымен не істесек те өзіміз білеміз. Бір кезде қасқыр жақсы жерде жүргенде ешкімен уақыт көреді. Олар жидек теріп жүреді. Сөйтіп теріп жүріп, ешкі алысқа кетіп қалады. Алла орнында тұра береді. Сол сәтті пайдаланады. Бұл лақташқа бассақ, ол маған табиғатты құртуға көмектеседі екен. Табылған ақыл. Сәлемла, жүр мен саған қызық нәрсе үйретемін. Жақсы. Қара, мен саған табиғатқа зиян тигізуді үйретемін. Егер сен менің көрсеткенімді орындасаң, мен саған көп жеңілдік беремін. Жарайды. Сөйтіп қасқыр лаққа барып көрсетіп береді. Сол кезде оларды орманшы көріп қалады. Сен не істеп жатсыңдар? Доғарыңдар, олай болмайды. Сен бізге не істей аласың? Оданша қосылсаңшы, біз табиғатты құртуға құқылымыз. Оған қоса оның бізге титтей де пайдасы жоқ. Орманшы енді ғана қасқырдың орнында отырған лақты көріп, қасқырдың не ойлағанын түсінеді. Бері келе ғой, қасқыр жаман. Ол сені пайдаланып жатыр. Құтқарыңдар мені! деп орманшыға қарай жүгіреді. Сосын ешкі қайтып келіп, бұны көреді де қасқырға: Дұрыс айтасың, ешкі. деп қолпаштады. Солайша қасқыр қамауға түседі. Табиғатқа зиян келтірмейді екен. Орманшы мен ешкі лаққа табиғатқа зиян келтіруге болмайтынын айтады. Содан кейін қасқыр күнәсін түсініп, лақ табиғатты аялайтын болды. Мен барлығын түсіндің, достарым. Мені кешіріңдерші. Енді бұл қателікті жасамаймын. Және табиғатты аялауға